Құрметті көрермен, бүгінгі біздің қозғайтын әңгімеміз дастанды бала туралы болмақ. Арнамызға тіркеліп, өз пікірлеріңізді жазып, бізді қолдап отырсаңыздар болғаны. Ендеше, бүгінгі әңгімемізді бастайық. Әр адамның өмір жолы әртүрлі. Біреу туғаннан мейірімге бөленіп өссе, біреу жүрегінде бос орынмен жүреді. Бұл өмірдің өзі жазған шынайы әңгіме. Бұл махаббатқа, кешірімге және үмітке жол тартқан бір баланың тарихы туралы болмақ. Қоңыр күздің суық таңында қаланың бір шетінде қоқыс маңынан шырылдап жылаған сәбиді олар баланы дереу перзентханаға жеткізді. Баланың жасы шамамен бірнеше күндік қана еді. Баланың барлық жерін тексеріп, еш жері ауырмай тұрғанына көз жеткізіп, дәрігерлер оған Мирас деп ат қойды. Өйткені ол тағдырдың тастап кетсе де, өмірге мұра болып қалған аманат еді. Мирас бала кезінен балалар үйінде өсті. Ол өзге балалармен бірге тар бөлмеде ұйықтап жататын еді. Айналасындағы шу, балалардың ушы оның күнделікті өмірінің бір бөлшегіне айналған. Жылдар өтті. Әр туған күнде ол анасының бейнесін елестетуге тырысатын. Неге мені тастап кетті деген сұрақ санасын жегідей жейтін. Бірақ жауабы болмады. Мирас өзге балаларда емес еді. Ол тым көп ойланып, тым көп сағынып жүретін. Күздің бір күні болатын. Балалар үйіне ерлі-зайыптылар келді. Олар ұзақ уақыт бойы бала сүюді армандаған екен, бірақ тағдыр оларға өз баласын сыйламапты. Енді олар жүректерімен бала қабылдауға шешім қабылдаған. Мирас бұл жолы да келген адамдарға үрке қарады. Көңілінде баяу үміт пен күдік қатар ұшқындады. Бәлкім, тағы да мені байқамай өтіп кететін шығар деп көзін мұң басып тұрды. Бірақ сол сәтте әйелдің көзі Мирасқа түйісті. Ол әйелдің көзі ерекше, жылы, мейірімге толы еді. Әйел баяу басып Мирастың қасына келді. «Қалың қалай балам?» деді жай ғана. Мирастың жүрегі дүрсілдеп кетті. Балам деген сөзді алғаш рет өзіне арнап естігені осы болатын. Олар ұзақ сөйлесті. Әйел Мирастың сурет салғанын қызыға тамашалады. Оның әр сөзіне құлақ түрді. Ал ер адам Мирастың арқасынан жеңіл қаққан кезде Мирас алғаш рет өзіне сенімді сезінді. Көп ұзамай олар ресми рәсімдерді де аяқтады. Мирас жаңа үйге көшті. Алғашқы түнде ол жаңа төсекте жатып ұзақ ойланып шықты. Бөлме жылы еді, үйдің іші тыныш әрі өз иесіне толы еді. Бір бұрышта өзіне арнайы қойылған кітап сөресін көріп, көздеріне жас іркілді. Бұл үй енді сенің де үйің деген еді әйел. Енді сені ешкім жалғыз қалдырмайды. Сол сәттен бастап Мирастың ішінде әлсіз болса да бір үміт сәулесі жанды. Ол ұмытылған мейірімді қайтадан сезіне бастады. Алғаш рет таңертең оянғанда анашым деп айтқысы келген сезімді ұғынды. Жылдар сырғып өте берді. Мирас есейіп ер жетті. Өзінің жаңа отбасында мейірім мен қамқорлықты сезінді. Жақсы білім алды. Өз армандарын құрады. Бірақ жүрегінің бір түкпірінде жауапсыз қалған сұрақ әлі бүркеніп жатқан еді. Менің туған анам кім? Ол мені шын мәнінде жақсы көрді ме екен деген сұрақтар көп мазалайтын. Бір күні Мирас нақты өз анасын іздеуге көшті. Ол туралы ұзақ ойланды. Бірақ енді өз шындығын іздеуге шындап бекінді. Ол жолға ұзақ дайындалды. Бірнеше рет ойынан қайтты. Бәрі кеш шығар, қажеті жоқ шығар деген ойлар мазалады. Бірақ іштегі бір дауыс тоқтаусыз түрткілеп алға жетеледі. Мирас өз ісін перзентханадан бастады. Ол бала кезінде оралған перзентхананың мұрағатына барып ескі журналдарды ақтарды. Саусақтары дірілдеп отырып өзінің туған күнін, уақытын, сол түні перзентхананың есігіне тасталған сәби туралы жазбаны тапты. Кішігірім деректерге сүйеніп ауыл әкімдіктеріне, мұрағаттарға, ескі құжаттарға сұраныс жіберді. Бәрі оңай болған жоқ. Көп жерден жауап ала алмады. Кейде тоқтағысы да келді. Бірақ кейде ішкі дауысы іздеуді доғар, өткенді қазған сайын жара ашыла береді дейтін. Бірақ әр түн сайын ол терезеге қарап отырып, мүмкін ол мені бір жерде күтіп отырған шығар деп өз-өзін жұбататын. Күндердің бір күнінде бір шағын ауылдан хат келді. Хатта Мирастың анасының аты жөнімен сәйкестік табылған жазылған еді. Осы дерек оны үміттендірді. Мирас еш ойланбастан жолға шықты. Алда ұзақ жол, белгісіздік. Жүрегінде үрей мен үміт қатар соғысып тұрды. Бірақ ол енді тоқтай алмайтын еді. Өйткені өмір бойы күткен жауабына бір қадам жақындап қалғанда болатын.
Күздің соңғы күндері болатын. Ауада дымқыл топырақтың, сарғайған жапырақтардың иісі сезілетін. Мирас жүрегінің дүрсілін әр қадам сайын анық сезініп ауылға кірді. Ауыл тым кішкентай екен. Тас жолдың екі жағында бірен-саран ескі үйлер тізілген. Кей үйлердің қабырғасы қақырап, бояуы кетіп қалған. Уақыт бұл ауылды да аямаған сияқты. Мирас қолындағы қағазға тағы бір көз жүгіртті. Аты жөні осы ауылдың тұрғындар тізімінде бар екен. Енді тек табу керек. Ауыл шетіндегі шағын үйдің алдына тоқтады. Үйдің есігі жартай ашық тұр. Терезеден сыртқа қарап отырған қарт әйелдің бейнесі көрінді. Мирас жүрегін қолымен басып, терең тыныс алды да есікті баяу қақты. Әйел басын көтеріп есікке қарады. «Кім керек еді, шырағым?» деді әлсіз даусымен. Мирас бір сәт сөз таба алмай қалды. Бүкіл өмірінің ауыр сұрағы тілінің ұшына кептеліп тұрды. Ақыры батылданып, «Мен сізге бір сұрақпен келдім. Менің атым Мирас. Сіз бір кездері перзентхананың алдына сәби тастап кеткен жоқ па едіңіз?» деді үзіп-үзіп. Әйел дір ете қалды. Көзі бақырайып, қолындағы шәйнекті ұмытып үстелге қоя салды да, оның жүзіне үрей, өкініш, үміт пен қорқыныш қатар үйірілді. Дір-дір еткен қолдарын бетіне апарып, саусақтарымен сипады. Сосын көзіне жас іркіліп сыбырлады. «Балам, менің балам». Осы сөзбен бірге әйел егіліп тұрып жылады. Мирас та үнсіз тұрды. Оның жүрегінде жылдар бойы жиналған мұң, ашу, сағыныш пен бос сезімдер қаптап кетті. Ол анасын құшақтағысы келді, бірақ бойын тартынды. Іштегі жаралар оңай жазылмайтын еді. «Балам, мен сенен бас тартқан жоқпын», деді әйел дірілдеп. «Мен шарасыз болдым, балам. Әке-шешемнің қорқытуымен, аштықтың, жоқшылықтың қысымымен сен үшін дұрыс шешім қабылдай алмадым. Балам, мені кешірші». Мирас оның өмірінің қаншалықты ауыр өткенін сезді. Тірліктің тепкісінен қажыған бұл әйел ешқашан ұлын ұмытпаған еді. Өйткені ол анасының тағдырына қарап бәрін түсінді. Адам кейде амалсыздықтан қатал қадам жасайды екен. Мен сізді кешірдім, анашым», деді ақыры Мирас. «Рахмет, балам», деп анасы көз жасын сүртті. «Енді маған дәл қазір ажал келсе де, мен разымын. Өйткені жылдар бойы іздеген жүрегім енді тынышталғандай», деп күрсінді анасы. Олар ұзақ отырды. Сол күні Мирас үйге қайтқан жоқ. Ол анасымен бірге ескі үйде түнеді. Бір-бірінен кешірім сұрап, түсіністік сыйлаған сол түн Мирастың өмірінде ең маңызды түндердің біріне айналды. Аспанда жұлдыздар жымыңдап тұрды. Мирас терезеге қарап, бұрынғыдай жалғыз емес екенін сезінді. Ол өзінің тамырын тапты, өзінің тарихына оралды. Ал енді бастысы, жүрегіндегі бос орынды енді махаббат пен кешірім толтырды. Мирас ауылдан қалаға қайтқанда көңілі ерекше тыныш еді. Оның ішкі әлеміндегі ұзақ жылдар бойы мызғымай тұрған мұз еріді. Өткеннің ауыр жүгін арқалап жүруді доғарды. Енді ол өткенге өкпемен емес, түсіністікпен қарай алды. Өзіне қамқор болып жүрегін жылытып өсіріп отырған асыранды ата-анасына деген алғысын бұрынғыдан да тереңдей түсті. Ол адамдар Мирасты шын сүйген еді. Туған анасының кешірім сұраған көз жасында шынайы өкініш, шынайы сағыныш жатқанын түсінді. Өзін асырап алған ата-анасына барлық мән-жайды толық баяндады. Олар түсіністікпен Мирастың шешімін толық қабылдады. Не айтса да, қандай шешім қабылдаса да, әрдайым өзімен бірге болатынын, әрдайым оны қолдап жүретінін нық ескертті. Және асыранды ата-анасы Мирасқа тек қана шынайы бақыт тілегеннен басқа еш жамандық ойламады. Мирас көп замай өміріндегі ең үлкен шешімдердің бірін қабылдады. Ол енді басқаларға үміт сыйлағысы келді. Балалар үйіне жиі барып, жетім балаларға ағалық қамқорлық көрсетуді әдетке айналдырды. Әр баланың көзіне қарағанда өзінің бала күндегі арманын көретін, мені біреу жақсы көрсе екен деген үнсіз тілек.
Уақыт өте келе Мирас өзінің жарын кездестірді. Әсел есімді қарапайым, жүрегі таза қыз оның өміріне шуағын сыйлады. Екеуі тез тіл табысып кетті. Әсел оның ішкі жараларын көре білді және оны өзгертпей сол қалпында қабылдады. Олар үйленді. 1 жылдан соң ұлдары дүниеге келді. Мирас ұлын алғаш құшағына алған сәтте көзіне еріксіз жас келді. Бұл қуаныш көз жас еді. Өйткені енді ол өз қолымен жаңа өмірге, махаббат пен қамқорлыққа толы жаңа тарих жазып жатқанын білді. Мирас баласына қарап отырып өзіне серт берді. Балам, мен сені ешқашан жалғыз қалдырмаймын. Саған әрдайым сүйеніш боламын. Сен мен үшін ең қымбат сыйсың. Ол анасымен де байланысын үзбеді. Әр демалыста ауылға барып бірге уақыт өткізетін. Анасын немересінің былдырлаған үніне қуантып, жанын жылытып жүрді. Ол ішіндегі қорқыныш, жалғыздық, өкпе сияқты ауыр сезімдердің орнын енді тек алғыс, махаббат пен кешірім басты. Мирас өз өмірінің иесі екенін, өзінің өткенінде, бүгінінде, болашағында өзі жасай алатынын түсінді. Оның жүрегіндегі бос орын енді бос емес еді. Ол толық еді, махаббатпен, сеніммен, үмітпен. Бір кездері тастанды бала болған Мирас енді мейірімді әке, адал жар, сенімді ұл және өзгелерге үміт сыйлайтын адамға айналды. Өмір оны қинаған еді, бірақ сол ауыр жол арқылы оны ерекше мықты етті. Және Мирас жүрегінде бір ғана шындықты терең сезінді. Кешірім адам жүрегіндегі ең ұлы күш екенін түсінді. Кейде өмір бізге ауыр сынақтар береді, бізді құлатуға емес, қайта тұрғызу үшін. Мирас өз өмір жолында сағынышты да, жоғалтуды да, кешіруді де бастан кешті. Ол жүректегі ашудың орнына мейірімді таңдады, жалғыздықтың орнына махаббатты таңдады. Өткеннің ауыр жүгінің орнына кешірімді таңдады. Өмір дегеніміз таңдау, және Мирас ең дұрыс таңдауды жасады. Өзінің кешірім арқылы ол өзіне де, басқаларға да жаңа өмір сыйлады. Өйткені әр жара жазылады, әр бос жүрек махаббатпен толады. Егер біз кешіре алсақ. Міне құрметті көрермен, бүгінгі біздің әңгімеміз аяқталды. Арнамызға тіркеліп, пікір қалдырып, біздің арнамыздың дамуына үлес қосып қойыңыздар. Келесі әңгімеде жолыққанша сау саламатта болыңыздар.